Курс ақпаратты коммуникациялық технологиялар. Бүгінгі қарастыратын 10-шы дәрісіміз бұлтты және мобильді технологиялар. Дәрісімізде келесі сұрақтарға нақты тоқталып өтеміз. Бұлттық технологиялар, виртуализациялау және мобильді технологиялар. Қызмет көрсетудің үздіксіздігіне пайдаланушылардың талаптары күн сайын артып келе жатыр. Мұны өздеріңізде көріп өтсіздер, ескірген жабдықпен тиісті сапа мен үздіксіз жұмыс істеу қамтамасыз ету қазіргі таңда мүмкін емес, себебі технология қарқынды даму үстінде. Осыған байланысты ең ірі IT жеткізушілер неғұрлым функционалды және сенімді ақпараттық және бағдарламалық шешімдерді шығарды. Енгізі қазіргі қарап отырсаңыздар, барлық салада IT технология қарқынды қолданыс үстінде. Осыған орай, қазіргі таңда көп қолданып жүрген дата орталық, қазіргі заманғы компьютерлік технологиялардың ақпараттық байланыс құралдарының ақпаратын сақтау және өңдеу орталықтары қолданыста. Заман ағымының дамуына байланысты өндірісте, барлық салада, білім, медицинада да бұлттық есептеулер қолдану үстінде. Жалпы бұлттық есептеу дегеніміз не? Қажетті конфигурацияланған есептеуіш ресурстарға, мысалы, мәлімет өткізетін желіге, серверге, ақпарат сақтау құрылғыларына және тағы басқа барлығына бірдей немесе бөлек-бөлек қай жерде болмасын, әрі ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету моделін айтамыз. Мына сізде суретте келтіріліп отыр, мән беріп қарасаңыздар. Сонымен қатар бұлттық есептеуді айтқан кезде бұлттық платформа қатар жүреді. Жалпы платформа дегеніміз не? Бұл бұлттық қызметтерді әзірлеуді, біріктіруді, қамтамасыз қамтамасыз ететін орта. Жалпы бұлттық платформа мына үш құрылымға негізделеді, үш модельге. Бірінші инфрақұрылым қызметі ретінде қарастырылады, платформа қызметі ретінде және қолданба қызметі ретінде осы үш модельдің негізінде жұмыс атқарылады. Бұлттық есептеулер кәсіпорын инфрақұрылымын құру, қызметтерді ұсыну және тағы басқа үшін дәстүрлі шешімдерге қарағанда көптеген артықшылықтарға ие. Оның артықшылықтарын атап өтетін болсақ, біріншіден икемділік, екінші ауқымдылық, көп үлкен ақпаратпен жұмыс жасау мүмкіндігі, нақты қолданылатын ресурстарға қолжетімді, жоғарғы сенімділік, ақауларға төзімді болып келеді. Бұлттық технологиялар, яғни ағылшынның технология, бұлт деген екі сөзінен шығып отыр, цифрлық деректерді өңдеу технологиялары арқылы интернет қолданушыға барлық қызмет түрлері бір ақпараттық жүйеде біріктіріліп берілетін онлайн сервис ретінде ұсынылады. Бұлтты технологиялар мен мобильді технологиялар өздеріңіз көріп отырғандай қазіргі кезде қарқынды дамып келе жатқан технологияның бірі болып саналады. Бұл технологиялар адам өміріне көптеген өзгерістер әкелді. Бұлттық технологиялар ақпараттық құралдарды лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету, байланыс арналарын және қолданушыға техникалық қолдауды қамтитын деректерді сақтауға, түрлендіруге арналған платформа деп айта аламыз. Осы жерде жаңадан тағы да бір терминге тоқталып өтеміз. Виртуалдау, виртуализация деп те көбіне оқулықтарда қарастырылады. Жалпы есептеу ресурстарын, үрдістерді және олардың көрінісін абстракциялайтын технология болып табылады. Және келесі түрлерін ажыратуға болады. Бірінші серверді виртуализациялау деп бөлеміз. Екінші қолданбаларды виртуализациялау. Үшінші операциялық жүйе деңгейіндегі виртуализациялау және көріністерді виртуализациялау деп қарастырамыз. Бірінші түріне тоқталатын болсақ, серверді виртуалдау бірнеше виртуалды серверлерді және бір физикалық серверде іске қосуды қамтиды.
Екінші түрі операциялық жүйе ресурстарын эмуляциялауды қамтиды. Бұл технология бір компьютерде, дәлірек айтсақ, бір операциялық жүйеде бірнеше үйлесімсіз қолданбаларды бір уақытта қолдану мүмкіндігін береді. Үшінші операциялық жүйе ядросының бір данасы ішінде қызметтерді оқшаулауды қамтиды. Бұл көбінесе бір жүйе асырылады және хостинг компаниялары көбіне тиімді қолданады осы жүйені. Төртінші қара көрініс виртуализациясы ол пайдаланушы интерфейсін эмуляциялауды қамтиды, яғни пайдаланушы қолданбаны көреді, онымен өз терминалында жұмыс жасау мүмкіндігі қамтылған. Іс жүзінде қолданбаны қашықтықтағы серверде жұмыс жасайды және пайдаланушыға қашықтықтағы қолданбаның суреті ғана жіберіліп отырады. Ашық IP және SaaS үлгісінде негізделген бұлттық қолданбаларды жалпы архитектурасы бар жүйелер үшін веб қызмет ретінде қолдануға болады. Интернетте желілік қызметтерге немесе қызметтерге бөлінетін, мысал ретінде қарастыратын болсақ, Volt, Telnet, жедел хабарларды алмасу, жіберу, тағы басқа осы қолданбаларды іске қосатын және оларды пайдаланатын пайдаланушыларға қызмет ретінде ұсынылады. Веб қызмет немесе веб қызмет бұл нақты анықталған функционалдылығы бар, өзінің адресі бар, веб адресі бар, жалпыға ортақ бағдарламау интерфейсі бар және хабарламалар арқылы басқа модульдерге, қолданбаларға өзінің функционалдығын қамтамасыз ететін қолданбалы немесе бағдарламалық модульдің ерекше түрі деп айтамыз. Қашықтықтағы еркін байланысқан веб қызметтерді біріктіруге негізделген таратылған қолданбаларды жасауға арналған тұжырымдама. Осы жерде HTTP протоколдарына нақты тоқталатын болсақ, хабарламаларды тасымалдау ретінде қолданылады. Веб қызметтер ашық стандарттарға негізделген, көбіне бұл стандарттар барлық операциялық жүйелер үшін және Unix, Windows платформасында кеңінен қолдау табады. Бұлттық деректерді сақтау дегеніміз не? Ол деректерді желі бойынша таратылған көптеген серверлерде сақталатын клиенттің, әсіресе негізінен үшінші тараптардың пайдалану үшін берілген онлайн сақтау моделі. Суретте өздеріңіз көріп отырсыздар, қазіргі таңда осы бұлтты деректерді сақтау қорлары қолданыста. Он тегін және ақылы бұлттық сақтау қызметтеріне нақты тоқталып өтетін болсақ, Google Drive, Dropbox, Mega, Облако, Amazon, Web Service, Android, Bitscase, iCloud, өздеріңіз мына көбіне тиімді қолданып жүрген тағысын тағы сіздерге келтіріп кеттік. Мобильді технологиялардың адамның күнделікті өміріне енуі жалпы цифрлық трансформация деңгейін көрсететін жалпы әлемдік үрдіс болып табылады. Мобильдік технология мобильді құрылғыларды, қолданбаларды және сымсыз байланысты біріктіретін термин. Қазіргі заманда адамдар интернет желісіне ұялы телефондар және портативті компьютерлер көмегімен кіріп керек ақпаратқа қол жеткізе алады. Өздеріңізде білесіздер, қазіргі таңда ұялы телефонның кең ауқымын пайдаланып, біз үйден шықпай-ақ тапсырысқа беруге, төлемақы жасауға, кезекке, дәріханаға, дәрігерге көрінуге, кезекке тұруға, ЕКОВтан қажетті ақпараттарымызбен қажетті өзімізге құжаттарды алу мүмкіндігін пайдаланып отыр. Соңғы кездегі пандемиядан кейін мобильді технология, ақпараттық коммуникациялық технология еркін, қарқынды даму үстінде. Жалпы мобильді қосымшаны біз үшке бөлеміз, нативті, веб қосымша және гибридті. Мына қолданыста қазіргі таңда қолданып жүрген қосымшаларға нақты тоқталатын болсақ, соның ішінде мобильді гибридті қосымшаның негізгі концепциясына тоқталатын болсақ, серверлік веб бағдарлама мен клиенттік мобильді қолданбаның ынтымақтастығы болып табылады. Екеуі ынтымақтастықта бірге жұмыс жасайды.
Олардың бірлескен жұмысының басты артықшылығы сервердің камера, акселерометр, контактілер, файлдық жүйе немесе геолокация сияқты клиенттік мобильді құрылғылардың мүмкіндіктеріне қол жеткізу мүмкіндігі болып табылады. Гибридті мобильді қосымшалар RIA қосымшаларының класына жатады. Яғни гибридті мобильді қосымшалар мен мобильді веб-сайттар жұмысының негізгі айырмашылығы браузер жұқа клиенттің клиент-сервер архитектурасынан шығуы. Мобильді қосымшаларда әзірлеуге арналған танымал технологияларға тоқталып өтетін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай Microsoft Silverlight, Adobe Flash, Flex дейміз, JavaFX, HTML негізіндегі Apache-ны айтып кетуімізге болады. Бүгінгі күні ұялы байланыстардың көптеген стандарттары бар, оны біз білеміз, Олардың арқасында кез келген ұялы байланыс қызметтерін енгізуге болады. Мына кестеде мен сіздерге екі неге бөліп отырмын. Қатарға бірінші қатарда буындар беріліп отыр, екінші соған сәйкес стандарттар келтірілген, ұялы байланыс стандарттары. Мына соңғы кезде, қазір өздеріңіз де білесіз, қолданысқа 5G-да енгізіліп жатыр. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Сіздерге соған сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Бекіту сұрақтарына сіздер дәріс конспектісінен қысқаша жауаптарыңызды жазасыздар. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет.